Қайырлы күн, есімім Бақыт. Менің мастер-классыма қош келдіңіз. Бұл сабақ бізде тоқымаға жалпы шолу сабағы ретінде жүреді. Бұл сабақта сіз не үйренесіз? Жалпы тоқымаға қандай заттар қажет, қандай затпен пайдаланған дұрыс, әрбір затқа, құрал сайманға жеке-жеке тоқталатын боламыз. Және оның бағасы қандай, қайсы сізге тиімді деген сияқты. Олай болса, өздеріңіз көріп тұрғандай, бірінші мынау ілмек крючок дейді ғой, ілмектерден бастайық. Бізде көбінесе ракушка сынды, одан кейін Орео сынды сөмкелерге үлкен нөмірлі ілмектер қажет болады. Оған 10 нөмірлі ілмек, мысалы 9 нөмірлі ілмектер болады, 8 деген сияқты. Мінекей сондай ілмектердің түрлері 8 нөмірлі. Көбінесе сөмкелерді трикотажды жіптен тоқу үшін бізге 6-да 5 нөмірлі ілмектер қажет болады. Мінекей ілмектердің түрлері бізде өте көп, көріп тұрғандарыңыздай. Біреуі металдан жасалған, біреуі пластмасс деген сияқты. Әрқайсысы әртүрлі. Бұлардың ерекшеліктеріне тоқталсақ болады. Жалпы жіпті тартып тоқу барысында, жұмыс істеу барысында мынандай пластмасс әрине қолға жеңіл болады, бірақ қатты тартқан уақыттарда бұл сынып кетуі ықтимал, әбден мүмкін. Сондықтан да бізге ең ыңғайлысы, менің өзіме жалпы ең ыңғайлысы бұл металл ілмектер. Яғни темір ілмектер. Одан бөлек міне мынандай ілмек бар. Бұл да ыңғайлы, сынбайды. Мынандай бар. Мынау мәселен 6 нөмірлі ілмек. Бұл пластмасс. Одан кейін айырмашылықты қараймыз. 6 нөмірлі мынау пластмасс ілмек, мынау металл, темір ілмек. Екеуінде кішкене айырмашылықтар болады. Мынаның арасында жіпті тарту барысында, мынаның арасынан өткізу қиынырақ. Мынаның арасы кішкене ашығырақ. Бұнымен әлдеқайда ыңғайлы өтеді. Сол жағына тоқталайық. Одан кейін бізде сөмкелерді болмаса жаңағы үй тәпішкелерін тоқыған кезде жіптерді жасыру керек болады. Сондай кезде мынандай өте төмен нөмірлі ілмектер қажет болады. Кішкентай. Маған осы ыңғайлы. Бұл бізде 4-те 5 нөмірлі ілмек. Бұлар ілмектердің бағасы әртүрлі болады. Мәселен, бағаларына тоқталатын болсақ, ілмектердің бағасы әртүрлі болады. Шамамен мынауларды 150 теңге болуы керек. Шамамен 150 теңгедей. Мынау ілмекті мен бір арнайы осындай фурнитура дейді ғой, сөмкелерге, жаңағы тоқымаға қатысты фурнитура сататын дүкеннен алдым. Бұл индийский деп, бұның бағасы 1500 теңге тұрады. Мыналар арзанырақ. Мыналар арзан. Бірақ ұзаққа бармайды. Сондықтан мыналар қанша екен, 500 ғой деймін. Сондайдан алдым. Әрқайсының бағасы әртүрлі. Жаңағы сапасына қарай, жасалу несіне қарай. Осымен ілмектерді аяқтаймыз. Түсініксіз болған нәрселерді сұрасаңыздар болады менен. Тағы да жекеме шығып. Ілмектер кетті.
Және тоқмада бізге мындай спиция дейді ғой. Қазақ тілінде ши деп жатады, иә. Шимен тоқу деп жатамыз. Маған қолайлысы осындай бір-біріне жалғанған спиция. Ши ыңғайлы. Бұны мен көбінесе үй тәпішкесін тоқығанда оның жоғарғы бетін, жоғарғы жағын осымен тоқимын. Оны ілмекпен де тоқса болады, осындай спициямен де. Тоқу барысына қарай, жаңағы тоқудың да әр түрі көп қой, соған байланысты осындай спициямен де тоқса болады. Бұл бізде 5 нөмірлі спиция. Спицияның да түрлері өте көп, нөмірлеріне қарай жүреді оларда. Мынау менде 35 сантиметрлік арақашықтығы сондай спиция. Бұндай мен жаңағы шапкалар тоқығанда да, неше түрлі кардигандар тоқығанда да осындай спицияды пайдалансам. Бұл спицияның бағасы шамамен 1500 теңге тұрады. Бұнда да жаңағы сапасына қарай. Мынау менде ұзындығы жағы металмен, металмен жасалған, ал мынау ұштары сабы дейміз ба? Сабы бұл менде ағаш. Ағашпен тоқығанда ыңғайлы, бұлай тоқып отырғанда, бұлай қолмен жібергенде. Бірақ сынып кету қаупі өте жоғары. Келесі бізде міндетті түрде қайшы керек болады. Өткір қайшы болса, сондай өткір қайшы алғаныңыз дұрыс. Үнемі қайшы керек. Бұл қайшы әрбір үйде болады деп ойлаймын. Одан кейін сантиметрлі метр қажет болады. Менің жалпы түсіндіріп жатқан заттарымның барлығын үй жағдайында қалай пайдалану керек, соны айтып жатырмын. Егер үйде бұндай метр жоқ болса, кәдімгі оқушылардың сызғыштары бар ғой, сондай сызғышты пайдалансаңыз да болады. Бұл көбінесе жаңағы тоққан заттарымыздың ұзындығын өлшеуге, екі бетін тоқыған кезде бір-бірімен сәйкес келе ма деген сияқты. Одан кейін клапан деп жатады аузы сөмкенің. Соларды жалпы тоқымаға өте қажет. Одан кейін бізге мынандай замок қажет болады. Бұндай замок енді өзіңіздің қалауыңызға қарай қандай сөмке тоқисыз, соған байланысты. Кейбір сөмкелер бар замоксыз. Бұл 25 теңге тұрады. 25 теңгеден алдым. Енді қазір доллар өсіп жатыр деп жатырмыз ғой, соған байланысты бағаларында кішкене айырмашылық болуы мүмкін. Бұл алтын түстес. Бұны көбінесе трикотажды жіптерде, полиэфирлі жіптерден тоқылған сөмкелерде, жаңағы дөңгелек, круглый дейді ғой, дөңгелек сөмкелерде сондай пайдаланған. Қолайлы болмаса, кәдімгі сөмкенің аузы ретінде пайдалансақ болады. Келесі менде мынандай ручка. Бұл алтын түсті металдан жасалған ручка. Бұл көбінесе трикотажды жаңа полиэфирлі және полипрофиленді жіптерде қолданылады. Қандай сөмке тоқысаңыз да, соған сәйкестендіріп, жіппен сәйкестендіріп, осындай ручкалар алсаңыз болады. Бұл ручка арнайы фурнитуралар сататын дүкендерде 1000 теңгеден тұрады, ал базарда
500 теңгеден алдым. Содан кейін бұндай ручканың ағаш түрі бар. Ағаш түрі бұдан да арзан болады. Мыналар жаңа түріне қарай, әсемдігіне қарай 1000 теңгеден, 1500 теңгеден, 2000 теңгеден солай кете береді. Одан кейін сөмкеге тағы да мынандай замок қажет болады. Сөмкенің бетін, клапан дейміз ғой, клапанды түсіргеннен кейін өзін ұстап тұру үшін мынаны былай кигіземіз. Жалпы үй жағдайында маған бұндай замоктың да түрлері жетерлік. Мәселен, мына замок мынандай тіспен, осындай арнайы, мінекей, ашып көрсетейін. Мынандай арнайы тіспен жасалған. Сөмкеңізді тоқып болғаннан кейін жақсылап өткізіп, ішіне кіргізіп, бұлай қыса саласыз. Тіспен арналған. Содан кейін астын ыңғайлап, сәйкестендіріп осылай кигізесіз. Оның артын осылай жаба саласыз. Бұл үй жағдайында жасағанға өте қолайлы. Ал осындай замоктардың бұрандамен бұрайтыны болады. Ол екі жағында кішкентай бұрандалар тұрады. Ол үй жағдайында, жалпы менің практикамда үй жағдайында маған өте қолайсыз болды. Себебі оны орнататын құрал сайман керек, инструментті болады өзінің арнайы. Сонда егер инструментіңіз болса, онда оны орнату жеңіл. Егер ондай инструмент болмаса, онда оны орнату кішкене қиындау болады. Бұның бағасы 250 теңге тұрады. 250 теңгеге алдым. Одан кейін сөмкенің астына бізге мынандай аяқтар керек болады. Көбінесе сөмкелерде 2 аяқ жасаймыз, кейде 4 аяқ болады. Бұл да темір, жаңағы металдан жасалған. Бұны орнатқан кезде, мына өзі осылай тұр ғой. Соны ашамыз да, 2 тал темірі болады. Осыны ашып, 2-ке былай істей саламыз. Сөмкенің астынан. Бұның бағасы 25 теңге бір талы. Бір талы 25 теңгеден алдым. Бұл фурнитура сататын дүкеннен алдым. Базарда арзан болу керек. Келесі бізде мынандай магнит. Бұл магнитті жаңағы сөмкелерден, жаңа ракушка сөмкесінде, Орео сөмкесіне жасаса болады. Кез келген жалпы сөмкеге егер аузын замоктамасаңыз, замок салмасаңыз, онда осындай магнит орнатсаңыз болады. Бұл магниттің жан-жағынан, 4 жағынан тігіп шығасыз. Бұл магниттің да басқаша түрі болады, жаңағы тіс сияқты қайыра салатын, тікпейтін, мынау тек қана тіс сияқты қайыра салатын түрі болады. Мынаны мен 100 теңгеден алдым. Одан кейін мынандай карабин керек. Бұл карабин бізде не үшін пайдаланылады? Бұл карабин сөмкенің кисточкасын жасағанда, одан кейін кейде мынандай цептарда карабині болмайды. Соған кигізсе болады. Болмаса өзіңіз сөмкеге ремень тоқсаңыз, онда сол ременьді осыған айналдырып өткізіп, арнайы жаңа қолдан тоқылған ремень жасағанда да осы карабин қажет. Ал кисточка жасау үшін де қажет деп айттым ғой, ол сөмкенің сәнді көрінуі үшін қажет болады. Бұның бағасы 150 теңге. Одан кейін бізге жалпы сөмкеге мынандай дөңгелек кольцо керек болады.
Бұлай істесек ашылады. Бұндай кольцодан бізге бір сөмке тоқу үшін бір сөмкеге 2 кольцо қажет. Бұның бағасы 250 теңгеден алдым. Бұл да көлеміне байланысты 2 сантиметр, 3 сантиметр, 2,5, 4 деген сияқты өзгеріп тұрады. Бағасы да соған қарай өзгереді. Бұлардың түстерінен алтын түстес, күміс түстес, одан кейін қара металл түстесе, осындай 3 түрлі түсте болады. Көбінесе келесі бізде мынандай ремень. Бұл сөмкеге арналған ремень. Бұл ременьде мынандай өзінің арнайы карабині болады. Бұған қосымша карабин алып қажет емес. Осыны жаңағы мынау көрсеткен кольцоға кигізе саламыз. Кольцоны сөмкеге жалғаймыз да, содан осылай өткізіп кигізе салатын боламыз. Бұндай ремендер ұзындығы стандарт жүреді. Бұндай ременнің бағасы, мен бұны фурнитура сататын дүкеннен 1050 теңгеден алдым. Базарда бұл әлде қайда арзан шығады. Бұның да көлеміне байланысты, енінің көлеміне байланысты, өзінің түріне байланысты, мынау кожа ғой, бұл кожасына байланысты әртүрлі бағада болады. Өзіңіздің талғамыңызға қарай. Одан кейін мынандай цеп. Цепте, бұл цеп қазақша шынжыр дейміз ғой. Бұл шынжырда осындай карабині болады өзінің. Бұл да стандартты ұзындықта 1 метр ғой. Стандартты ұзындықта жасалынған дайын цеп болады. Бұны сөмкеге осылай іле салсаңыз да болады. Болмаса ішіне жіпті, әрбір дөңгелекшенің ішіне жіпті өткізіп, сәндік үшін солай да жасауға болады. Бұның бағасы базардан мен 1200 теңгеге алдым. Келесі бізге үнемі жалпы жұмыс жасағанда үнемі қағаз бен қаламсап қажет болады. Үй тәпішкесін тоққанда да, болмаса сөмкені тоққанда да, қанша баған тоқыдың шатаспау үшін, соның барлығын жазып отырсам болады. Мына шеті қанша сантиметр болды, келесі жағы қанша сантиметр болды деген сияқты. Соның барлығын жазу үшін үнемі қағаз бен қаламсап керек болады. Келесі ол бізде мынадай фермуар. Фермуардың да түрлері өте көп. Ағаштан, металдан деген сияқты. Одан кейін тағы да бір айырмашылық фермуардың. Кейбір фермуарлар мынандай шуруппен, бұранда дейміз ғой, қазақша бұрандамен бекітілетін түрі болады. Және болмаса мынау сияқты тесік-тесік, яғни тігуге, қолмен тігуге арналған фермуарлар болады. Бұрандамен жаңағы шуруппен бұрайтын фермуардың жаңағы арнайы құралы болады. Сонымен істеген әлде қайда дұрыс, болмаса жаңағы босап кетіп түсіп қалу мүмкін деген сияқты. Маған үй жағдайында осы қолмен тігетін әрбір жаңағы өзінің неке ойы көрініп тұр ғой, соның барлығы өзі стандартты түрде тесілген фермуар маған қолайлы үй жағдайында пайдаланғанға. Бұл фермуар, одан кейін трикотажды жіп тоққанда фермуарға мен кигізу өте қолайсыз, себебі трикотажды жіп қалың болғандықтан бұның екі темірдің арасына кірмейді. Трикотажды жіппен тоқылған сөмкені фермуармен кигізуге мен кеңес бермеймін.
Ал енді полиэфирлі жіппен тоқылған сөмкелер, егер полиэфирлі жібіңіз жіңішке болса, онда киіледі. Осындай фермуар. Бұның да түрлері көп. Мен бұл да көлеміне байланысты бағасы әртүрлі. 15 сантиметр, 20 сантиметр деген сияқты. Бұл фермуардың бағасы 1500 теңге тұрады. 1500 теңгеден алдым. Келесі менде мынандай клапан. Бұл клапан сөмкенің бетінде тұрады. Сөмкемізді тоқып болғаннан кейін арт жағынан мына жағын іліп, жаңа кішкене бір-екі тоқып жібереміз да, сонда сөмкенің бетінде тұрады осылай. Енді бұған бағанағы көрсеткен мына замогымызды кигізсек болады. Замокты былай кигізсек болады. Бұл клапанның бағасы 550 теңгеден алдым. Бұның да көлеміне қарай бағасы әртүрлі болады. Бұдан үлкен, мынау енді кішірек сөмкенікі ғой. Бұдан үлкеніне қарай өте береді. Бұл кожадан жасалған. Екінші беті ішіне қарап тұрады, мынау сырты. Келесі бізде мынандай сөмкенің асты, донышко деп жатады орыс тілінде. Бағана біз аяқ, сөмкенің аяғы дедік, ножкасы дейді ғой, соны көрсеткен болатынмын. Екеуі 25 теңгелік. Бұнда дайын түрі, бұда өзімен бірге жүреді. Бұнда да осындай тесіктер арнайы жаңағы стандартты түрде тесілген. Осыған жіпті ілу арқылы кіші нөмірлі ілмекпен іліп тоқи берсек болады. Бұның бағасы 1000 теңге тұрады базарда. Осындай сөмке, асты, мынау сөмкенің асты. Бұл да кожа. Келесі бізде мынау үй тәпішкесінің табаны. Үй тәпішкесін осындай арнайы табанмен тоқса да болады, болмаса өзіңіз табансыз тоқсаңыз да болады, өзіңіз жағдайыңызға қарай. Мынандай үй тәпішкесінің табаны мынау базарда 36-37 деген сияқты өзінің размермен сатылады, бағасы 500 теңгеден. Мынау тесіктер, бұнда да арнайы тесіктер тесілген. Соған кішірек бізімізді, кіші деген бізімізді салып, өткізіп отырып, үй тәпішкесін тоқсақ болады. Бұның жаңағы асты резина. Келесі біз мынандай тақтайшаларға тоқталайық. Мынау акрилді тақтайша деп аталады. Бұл көбінесе сөмкелердің екі қабырғасына, шетіне арналған. Бұнда да арнайы жаңағы стандартты ойықтар, ойып тесілген. Болмаса шкатулкалар тоқығанда, корзиналар тоқығанда солардың бетіне әртүрлі түспен болады. Бұны да заказбен жасатса болады, өзіңізге қалаған суретте, бейнеде. Бұның бағасы 1200 теңгеден. Енді бір сөмке тоқу үшін сізге бір акриловый тақтайша жетпейді. Яғни екеу болу керек. Оның алды мынандай арты болу керек. Мен бұны екеуін, мынандай арты бар, дәл осындай екеуін 2800 теңгеден алдым. 2 штугын қосып. Ал бұның да басқа түрлері бар, жаңа суретіне қарай
бағасы әртүрлі. Базардан да қарауға болады, фурнитура сататын жерде де өте көп. Бұл акрил қолмен ұстап көрсеңіз, пластмасс тәрізді тақтайша. Бұдан трикотажды жіппен де тоқса болады, полиэфирлі, полипрофиленді жіптермен де тоқса бола береді. Келесі мынандай ағаш тақтайша. Жалпы ағаш тақтайша донышқа дейді ғой. Бұда да стандартты ойықтармен тесілген, ойылған. Бұл донышканың да көлемі, размер, қалай айтады, пішініне байланысты әртүрлі болады. Дөңгелек болады, сопақ болады, төртбұрышты болады, тік төртбұрышты болады деген сияқты. Кішкентай балаларға люлька тоққанда оның да донышкасы жаңағы тақтайшасы болады. Ол да базарда сатылады. Оның да көлемі екі түрлі болады. Одан кейін мынандай қалыңдығы да ескеріледі, қалыңдығы да бөлек болады. Мәселен, мына донышқа менде корзина тоқығанға болмаса, шкатулка тоқығанға арналған, қобдиша тоқуға арналған осындай. Бұған да трикотажды жіппен полиэфирлі және полипрофиленді, содан кейін қатар жұт дейді ғой, арқан дейміз я қазақша, арқанмен де осы тоқса болады. Келесі, бұл бізде мынандай арқан, жұт. Арқан десең түсінбей қалуыңыз мүмкін, егер сатып алуға барған жағдайда, сондықтан жұт деп айтсаңыз түсінеді. Бұл жұттың бағасы базарда әртүрлі. Бір жерде 500 теңге, бір жерде 700 теңге деген сияқты. 100-120 метр көлемінде мынаның ішінде. Бір түйілгенде, бір түйіннің ішінде матокта. Бұл бізге не үшін қажет? Бұл жұттан біз сөмке тоқсақ болады. Одан кейін жаздық шляпалар тоқсақ болады. Пляжға арналған, жағажайға арналған сондай шляпалар тоқсақ болады. Шопер, сумкалар тоқсақ болады. Одан кейін әртүрлі корзиналар тоқсақ болады. Бұның да пайдаланылатын жері, яғни нәрселері өте көп нәрсеге пайдалануға болады. Келесі, бізде жұттың екінші түрі. Мынау жұт, анау мінекей салыстырып көрейін. Мынау жұтқа қарағанда, арқанға қарағанда жіңішке. Бұл да дәл бағанағыдай жаңағы сөмкелерге, корзиналарға тоқуға арналған. Бұл жұттың көбінесе пляжға, жағажайға барғандағы шляпаларға, сондайларға өте қолайлы. Одан кейін этикетка жасаған кезде, сондай кезде этикетка жасау үшін де сізде арнайы құрал-саймандар болмаған кезде, арнайы жіп болмаған кезде, сондай лентасы болмаған кезде осындай жұтпен істесеңіз де болады. Бұның бағасы 250 теңге. 250 теңгеден алдым осындай матогын, пумасын. Келесі менде мынау трикотажды жіп. Трикотажды жіп бұл өте созылғыш келеді. Былай тартсаңыз созылады. Сөмкені кез келген затты бұйымды тоқу үшін алдымен бір кішкене осылай тартып созып алған өте ыңғайлы. Бұл трикотажды жіптің кез келген түстен болады жіптер.
жалпы бұның сапасына қарай оны өндіретін фирмаларда өте көп, жалпы біздің Қазақстанда. Соның ішінде алтын және Тиффанидің жіптері ыңғайлы. Мен сол алтын мен Тиффанидің жіптерін пайдаланамын сөмке тоқу үшін. Бұның бағасы, егер сіз базардан алсаңыз, 2000-2100 сондайдан аласыз. Тіпті кейбір жерде 1800-ден табуға болады. Ал өндірушілердің өзінен алсаңыз, онда енді сіз көп алмағаннан кейін олар штуктап сатса 2000 теңгеден сатады. Ал фурнитура сататын арнайы қаланың ішіндегі дүкендерде 2200-2400-ден табасыз. Бұның салмағы 130, сондай 600 грамм сондай болады. 130-135 метрді құрайды ұзындығы. Бұл трикотажды жіппен кез келген нәрсені тоқуға болады. Сөмке, үйге арналған тәпішке, одан кейін корзина, люлька, қобдиша, одан кейін коврик дейді ғой, алаша дейміз ба қазақша. Сондай ковриктер тоқса да болады. Мәшинеге арналған сидушка дейді, отыратын көпшік деп жатамыз, сондай тоқса болады. Одан кейін тағы не? Кез келген дүниені осы трикотажды жіппен тоқуға болады. Жастық тоқуға болады. Бұның жаңағы барлық нәрсеге икемі келеді бұл жіптің, мінездеме бере кетсем. Жалпы алғаш тоқыған кезде өте жақсы тоқылады. Кейбір жіптер бар, қазір мен тоқталамын. Капризный жіптер болады. Оларға қарағанда мынау универсальный жіп десек те болады. Бұл трикотажды жіптің де екі түрі болады. Первичка, вторичка деген. Первичка мынау бізде первичка болып жүреді. Бұның одан кейін мынандай түрі болады, қарасаңыз. Трикотажды жіпті қарасаңыз, мынау шамамен 3 сантиметр, 2,5-3 сантиметр. Егер сіз бұдан да қалың болсын десеңіз, өндірушілерге, яғни Тиффани пряжаға болмаса алтынға алдын ала арнайы заказ беріп, тапсырыс беріп, 6 сантиметрлі болсын деп айтсаңыз, 6 сантиметрлі ғып осылай кесіп дайындап береді. Бірақ оны алдын ала заказ беру керек, тапсырыс беру керек. Біз көбінесе 6 сантиметрлімен люлька тоқығанда пайдаланамыз. Ал басқа сөмке, басқа дүниелерді, бұйымдарды осы 3 сантиметрмен тоқып береміз, осымен жүре береді бізде. Бұның бағасын айттым, 1800 теңгеден 2400 теңгеге дейін жүреді, әр жерде әртүрлі. Келесі бізде мынау полиэфирлі жіп. Бұл Тиффани пряжаныкі. Бұл жіптен де сөмке, кез келген дүниені тоқуға болады, бірақ бұл сөмке тоққанға өте қолайлы жіп. Өзі жұмсақ, жіңішке. Бұны 5-тік ілмекпен, 5-5, 4-5 деген сияқты ілмектермен тоққан ыңғайлы. Бұл жіптің бағасы бір матогы 1200 теңгеден алдым. Ал бізге бұндай жіптен егер сөмке тоқитын болсаңыз, шамамен 2 маток қажет болады. Бұл да жаңа трикотажды жіп сияқты көп нәрсе тоқуға болады бұл жіптен де. Бірақ бұл жіпте жаңа кішкене бұлай сусып, тоқып жатқан кезде сусып шығып кетуі мүмкін, сондықтан қаттырақ тоққан ыңғайлы бұны.
Келесі бізде мынандай полиэфирлі жіп, жаңағы көрсеткен жіптің қалың түрі, мата түрі, қалың мата түрі. Бұның бағасы 1800 теңгеден алдым ғой деймін. 1800 теңгеден алдым. Бұл да Тиффани пряжанікі. Бізге сөмке тоқу үшін осындай бір маток, егер сөмкеңіздің кішірек болса, бір маток қажет болады. Болмаса, үлкен сөмке болса, 1,5 маток кетеді. Бұл да өте ыңғайлы тоқығанға. Бұның да бағасы әртүрлі. Кейбір фурнитура сататын жерлерде бағасы кішкене қымбатырақ болуы мүмкін. Мынау да сондай полиэфирлі жіп. Жалпы бұл полиэфирлі жіпті ұстап көргенде біздің аяқ киіміміздің бауы болады ғой, кроссовкидің, сондай бауға ұқсас. Жасаңыз барлығы домалақ болады, дөңгелек, яғни мынау трикотажды жіппен салыстыратын болсақ, трикотажды жіпте мінекей алды, арты деген сияқты айырмашылық бар, Бұл да оралғаннан кейін мынау беті, мынау арты деген сияқты, Бет жағымен тоқсаң әдемі көрінеді деген сияқты. Ал мынау полиэфирлі жіпте ондай айырмашылық жоқ, яғни алды жағымен тоқуым керек, арты жағымен тоқуым керек деп уайымдамайсыз, тоқи бересіз. Ал трикотажды жіпте кішкене алдына бұрып отырасыз да, бүйтіп жөндеп отырасыз. Үнемі. Сол жағынан ғана айырмашылықтар бар. Мынау жаңағы молочный дейді ғой, сүттес жіптің қызыл түрі. Келесі бізде мынандай полипропиленді жіп. Бұл жіптің бағасы бір матогы 2800 теңге тұрады. Фурнитура сататын дүкендерде қаланың ішіндегі. Бұл Қазақстанда өндірілмейді. Бұл Турциядан, яғни шетелден келеді көбінесе. Жалпы жіптердің ішіндегі ең капризный жіптердің қатарына жатады. Бұнымен кез келген нәрсені тоқи алмайсыз. Одан кейін тоққан нәрсеңізді үтіктеген кезде де бұл жіппен тоқылған дүниені үтіктеген өте қиын, күйіп кетуі мүмкін. Бұл мына жіппен салыстырсаңыз, мынау жылтырап тұрады, одан кейін қолда сусып тұрады. Бұнымен жаңағы бұйымдарды тоқыған кезде кішкене кеңірек қып тоқу керек, бұл себеп созылмайды. Тәне айта аламыз бұл жіп туралы. Сондай. Ал енді жалпы бізге үй жағдайында, жалпы тоқыма үй жағдайында, декретте отырған, бала күтімінде отырған аналарға өте қолайлы дүние. Одан кейін зейнетке шыққан апайларымызға, одан бөлек оқушы қыздарға, кез келген жалпы әйел затына өте қолайлы дүние бұл тоқыма болып табылады. Сіз мәселен оқушы болсаң да, сабақтан бос уақытыңда сен тоқыма тоқу арқылы, мәселен өзіңе сөмке тоқып аласың, қаламсап бірдеңелеріңді салатын корзина тоқып алсаң болады деген сияқты. Бір жағы өзіңнің қажеттілігіңді жасауға көмектеседі. Одан кейін екінші, оқушы болсаң да, үйде бос уақытыңда, сабақтан тыс уақытта сен тоқыма тоқып, оны жаңағы сатылымға шығарып,
өзіңнің құрбыңа, әпкеңе деген сияқты көрсетіп, егер олар ұнатып алып жатса, соларға сатып, екінші жағынан сен пайда көре аласың. Үшінші жағынан, егер сенің жасаған дүниең жаңағы көз тойымдыдай болып, көз тартатындай болып, сұлу болып, әрі сапалы болса, сен оны ақырын дамытып бренд жасасаң болады деген сияқты. Одан бөлек үй жағдайында, мәселен, жаңағы бала күтімінде отырған аналар бар, иә. Мен өзім де үйде декретте отырған анамын. Сондықтан балаңыз ұйықтап жатқанда, болмаса балаңыз далаға шығарып жібергенде, кейде бір айналып ойнап қалады балалар. Сондай уақытта бос отырмай, бос уақытыңда осындай тоқыма тоқу арқылы мен табыс таба аламын. Яғни кез келген адамға табыс әкелетін дүние, егер табыс әкелмегеннің өзінде өзіңе қажеттілігіңе жарататын дүние қалады. Жалпы тоқыманың пайдасы өте көп. Келесі видеоларда мен жаңағы нәски тоқуды, шұлық тоқуды, кардиган тоқуды, кеудеше тоқуды, балаға, өзіңізге деген сияқты, сондай беретка тоқуды деген сияқты дүниелердің де видеосын шығарамын. Ол да мысалға қыстың күні үйдегі жандардың, жаныңызға жақын жандардың аяғы жылы жүрсін деп әрбіріне бір нәски тоқып, шұлық тоқып берсеңіз, ол да бір өте жақсы дүние ғой, жақсы нәрсе ғой. Олардың ризашылығын аласың, бір жағы оларды қуантып қаласың деген сияқты. Сондықтан тоқыма әрбір әйел адамға, әйел затына керек нәрсе деп ойлаймын. Тоқыманы білгенде тұрған ештеңе жоқ, және де оған мастер-классты сатып алып, пайдаңызға жаратып, оны ары қарай дамытсаңыз, өте жақсы табыс әкеледі. Болмаса үйіңіздегі жандарды қуантқанға да жететін нәрсе жоқ, дүние жоқ, иә. Сол жағынан енді келесі біз мәселен бір сөмкені тоқу үшін қанша зат керек, соған тоқталайық. Мысалы, бір сөмке тоқу үшін мынау полиэфирлі жіптен көрсетейін. Осындай бір моток жіп қажет болады маған. Енді біз бір сөмке тоқу үшін бізге қандай заттар қажет және оның бағасы қандай болады, соған тоқталайық. Соған тоқталғым келіп отыр. Мәселен, қатты үлкен емес, кіші көлемде сөмке тоқу үшін маған мынандай полиэфирлі жіптен бір моток қажет болады. Бұның бағасы 1800 теңге. Бұлай есептеп жазайық. Жіп 1800 теңге. Келесі мынандай цеп қажет болады сөмкеміздің, ремені болғанға. Бұл 1200 теңге. Цеп шынжыр, 1200 теңге. Одан кейін мынандай кольцолар керек болады. Кольцоның көлеміне қарай бағасы әртүрлі болады. Бұл 250 теңге. Екі тал кольцо керек. Одан кейін мынандай карабин, сөмкенің сәндігі үшін, егер кисточка тоқитын болсаңыз, онда осындай карабин керек. Міндетті түрде кисточка тоқу керек деген заңдылық жоқ. Өзіңіздің қалауыңызға қарай, талғамыңызға қарай. Бұл 150 теңге тұрады. Бұны алмай қойсаңыздар да болады, сәндік үшін. Одан кейін сөмкеңізге замок қондырғыңыз келсе, орнатқыңыз келсе, мынандай замок қойсаңыз болады. Бұл 350 теңге тұрады. Одан кейін мынандай металды ілмек қажет болады. Мен өзім осындай темір металлический дейді ғой, осындай ілмектерді пайдаланғанды ұнатамын.
басынан бастап, тоқыманы бастағаннан бастап осындай ilmekтерді алғанды жөн көремін. Себебі пластмасса алсаңыз арзан деп, 150, 200, 350 деген сияқты сондай теңгедегі. Онда олар пластмастар тез сынып қалады. Бірі болмаса, екінші, келесі болмаса, үшінші тоқымаңызда тоқымада да енді кішкене күш керек болады ғой тоқыған кезде. Сондай кезде сынып қалуы мүмкін. Сондықтан осындай темір жіп қажет болады. Мен бұны 700 теңгеден алдым. Кейде осындай жалғыз ilмегіңіз болса, осымен ақ тоқи берсеңіз болады. Егер сіз ilмектің наборын алсаңыз, 2,5 теңге, 1,5 теңге сондайда наборы болады. Наборын алсаңыз, оның ішінде ең кіші нөмірлі ilмек болады. Ол сөмкенің жаңағы шыққан жіптерін жастыру үшін, сол үшін қажет болады. Бұл да өте қажет дүние емес. Мына ilмек жетеді негізі. Егер өзіңізде бар болса, онда осында пайдалансаңыз болады. Егер жоқ болса, керек емес. Одан кейін қайшы әр үйде бар деп ойлаймын. 350 теңге, 400 теңге, 600 теңге деген сияқты. Қайшыны есептемеймін, барлық үйде бар деп ойлаймын. Одан кейін метр, сантиметрлі метр. Бұл да барлық үйде бар. Егер сізде сантиметр, мен бұны 300 теңгеден алғанмын, бірақ бұны есептемейік, бұл қатты қажет емес сөмкеге, көз мөлшермен тоқысаңыз да болады. Болмаса, сізде сантиметрлі метр жоқ болса, үйдегі балаңыздың, іні-сіңліңіздің сабаққа ұстайтын, оқушы баланың сызғышын пайдалансаңыз да болады. Бұл өте қатты қажет емес. Сонымен енді есептейміз. Бізге бір сөмке тоқу үшін қанша ақша қажет? 450. Сонда бізге керегі 4450 теңге. Шамамен 5000 дейікші. 5000-ға сіз бір сөмкенің дүниесін аласыз. Кейбір сөмкелер болады мынандай цепті қажет. Кейбір сөмкеге сіз цепті 1200 теңгеге алмай, тек қана мынандай 150 теңгеге карабин алып, ремейнін, цеп деген ремейн ретінде жүреді ғой, ремейнді қолмен тоқысаңыз болады. Ондай кезде әлдеқайда арзан шығады. Бірақ бір сөмкеге кететін шығын сізде 5000 теңге деп есептесек, онда сіз ол сөмкені шамамен 10500 теңге, 15000 теңгеге, 12000 теңгеге деген сияқты, сөмкеңіздің сапасына, тоқуына, әдемілігіне байланысты, сондай бағада сатсаңыз болады. Әлдеқайда сізге тиімді. Назарларыңызға үлкен рахмет.